Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен сабақ өткізетін Қарағанды қаласы номер 32-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Батыкова Керкей Құттыевна. Математика пәні 4-ші сынып. Теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімі ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы бойынша сабақ тақырыбы қос теңсіздіктер. Балалар, теңсіздіктер екіге бөлінеді. Жеке теңсіздіктер, қос теңсіздіктер. Жеке теңсіздіктермен сендер баяғыдан таныссыңдар. Ал қос теңсіздіктермен алдыңғы сабақта танысқан болатынбыз. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке қалай ауыстырамыз? Мысалы, x белгісіздік 2-ден артық, 6-дан кем. Бұл қос теңсіздіктің шешімдер жиынының 3, 4, 5 сандарына тең. Демек, 2-ден артық, 6-дан кем сандар 3, 4, 5 сандары. Яғни, 2-ден артық болса, 2-ден 10 жаққа қарай жүргіземіз. 6-дан кем болса, 6-дан сол жаққа қарай жүргіземіз. Сонда, біздің x белгісіздігіміз 3, 4, 5 сандары. Ал енді балалар, қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке қалай ауыстырамыз? Мысал ретінде 3 санын алып көрейік. X белгісіздік 2-ден артық және 6-дан кем. Демек 3 саны 2-ден артық және 6-дан кем. Бұл қос теңсіздігімізді жеке екі теңсіздікке былай ауыстырамыз. 2 3-ден кем, 3 6-дан артық. Демек, 3 саны 2-ден артық 6-дан кем деген қос теңсіздігімізді жеке екі теңсіздікке ауыстырдық. Міне балалар, осылайынан қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстырамыз. Ал енді балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Математика 4-ші сынып 4-ші бөлім оқулығы 13-ші бет номер 2-ші есеп. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. Дәптеріне осындай сан сәулесін сыз және көрсетілген сан аралықтарын белгіле. Теңсіздіктерін шешімдер сәуледе қиғаш сызықтармен көрсет. Мысалы, x саны 10-нан артық 30-дан кем. Демек, 10-нан артық 10-нан 10 жаққа қарай қиғаш сызықтармен жүреміз. 30-дан кем. Демек, 30-дан сол жаққа қарай қиғаш сызықтармен жүреміз. Бірлік кесінді үшін екі төркізді белгіле. Ал енді балалар, осы тапсырманы дәптерімізге орындап көрейік. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке қалай ауыстыратынын сендер білесіңдер. Жаңа ғана өткен болатынбыз. Келесі тапсырма. 14-ші бет номері 3-ші есеп. Қос теңсіздік түрінде жаз. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Яғни, т белгісіздік 5-тен артық және 10-нан кем. Осы берілген қос теңсіздікті жазып, оны шешімдер жиынын сан сәулесінде белгілеп көрсетіп, шешімдер жиынын бір фигуралы жақшаның ішіне жазамыз. Демек, фигуралы жақшаның ішіне қандай сандар жазамыз? 5-тен артық, 10-нан кем барлық сандарды. Ал енді балалар, сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Сабақ бойынша
кері байланыс жүргізейік. Өзіміздің қай шында екенімізді дәптердің соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.